Міне әуелгі хадис келтірілген Омар радиаллаху анху. Хатта бұл Омар мінбенің үстінде тұрып, мен Аллах тағаланың елшісінен былай деп айтқанын естідім дейді. Сол хадистің мәтініне назар аударайық. Я айюханнас, ей адамдар, елестетіңіздер, осындай мінбенің үстінде тұрып айтқан. Иннамал аъмалу бинният. Расымен де амалдар, яғни біз жасап жүрген амалдар. Расымен де амалдар тек қана ниеттермен байланысты. Қосымша тағы бір сөз қосатын болсақ, жақсы ішінде, расымен де амалдар тек қана ниеттермен байланысты бағаланады. Амалдың дизайны ештеңке баға бермейді Алланың қасында. Алайда жаңағы ниеттерде тұр баға. Сол ниетке Алла жақсы баға берсе, үстіндегі амал сақталды. Аман есен қияметке қарай келеді. Ей адамдар, расымен де амалдар тек қана ниеттермен байланысты жазылады. Ва иннама ликулли имриин ма нава. Және расымен де әрбір адамға ниетіндегі нәрсе ғана жазылады. Сонда бірінші сөйлем ол сіздің мақсатыңызды білдіреді. Біздің бір амалды жасағалы тұрған кезімізде мақсатың не? Бұл амалдан не көздейсің деген сұрақ. Сол сұрақты реттеп жатыр. Сол ниет. Өйткені ғұламалардың түсіндіру бойынша ниет дегеніміз ол мақсатың дейді. Қандай мақсатты біз көздеудеміз? Екінші сөйлем нәтижесі. Не қараңыздар? Ей адамдар, расымен де амалдар тек қана ниеттермен байланысты бағаланады. Және расымен де әрбір адамға ниетіндегі нәрсе ғана жазылады. Фәмән канат хижратуху илаллахи ва расулихи. Кімнің Меккеден Мединаға қоныс аударуы Алла тағала тарапынан, елшісі тарапынан хижрат парыз етілген жылдарда айтылған. Кімнің хижраты, қоныс аударуы Аллаға және елшісіне қарай болса, яғни ниетінде Аллаға және елшісіне қарай арналса, фахижратуху илаллахи ва расулихи. Онда оның хижраты, онда оның қоныс аудару амалы Аллаға және елшісіне арналды. Жеңіл түрде пайғамбар саллаллаху түсіндіріп жатыр. Ва ман канат хижратуху, ал кімде-кімнің Меккеден Мединаға хижраты, қоныс аударуы ли дуния юсибуха, бір дүниені қолға түсіру үшін болса, мақсатты көрдіңіздер ғой, дүниені қолға түсіру үшін болса, ау имраатин янкихуха, немесе бір әйелге үйлену үшін жасалса, хижратуху иля ма хаджара илейхи, онда оның хижраты, қоныс аударуы сол хижрат қылған мақсатына қарай жазылады. Не қараңыздар. Осы жерде біздің танып алатын нәрсеміз амалдар. Барлық мұсылмандар Алла тағала салиқалы амалдарға біздерді қызықтырғаннан кейін, пайғамбарымыз саллаллаху қызықтырғаннан кейін амал жасап жатқан мұсылмандар көп амалдар жасалып жатыр. Намаз, ораза ұсталып жатыр, парызы да, нәпілі де, намаз оқылып жатыр, мешіттерге келіп те оқылып жатыр, парыздары да, нәпілдері де, сүннеттері де. Біреу-біреуді тамақтандырып жүр, қарнын тойдырайын деп. Біреу-біреуге үй әперіп жүр, біреу-біреудің сырқатына ақшалай жәрдем беріп жүр, біреу-біреумен ұрсып қалған екі адамның арасын жарастырып жүр. Бірақ осы амалдарының барлығында ниет, әркімнің көкірегіндегі ниеті Аллаға ап-айқын белгілеген. Бағаны Алла береді. Олай болса, ол бағаны Алла беретін болса, онда ол амал тек қана Аллаға арналу керек.